Maqtov Payg'ambarimiz Allohning salovati bilan salom bo'lsin. Dunyoda eng ulkan kuni ol Allohga serk qo'shu. Nega desek, bizde kunalar ikki bo'linadi. Birinchi Alloh men adamning arasında kuna. Yani adam men o'zining Rabbisining arasında kunalar. Al ikincisi pendening o'zindey pendemin onun arasında kunalar. Urluq misalga pendemin pendening arasında kuna. Urluq qilsak o'zimizdey Allohning qulining haqsına kirgan bo'lamiz. Birew o'ltirsa, birewning mol dunyosini tartib olsa, zina qilsa, birewning ayelimen, birewning arına, birewning mol dunyosini, birewning janına qasdıq qilib, birewning haqsına kirgan bo'lamiz. Al endi adam Allohga serk qo'shsa, ol o'zining yaratuvchisining Alloh taolaning haqsin аяқ асты etib, so'ning haqsına қатысты kemshillik жасаған bo'ladi. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. So'shin bu o'ta og'ir kun. Alloh taolo Qur'onda 2 ret Nisa suresinde, birewi 48-oyatında, birewi qatelesbesem 112-114-oyatında shunda Alloh taolo o'zine serk qo'shganды kechirmaydi degan. Ya'ni bir adam serk qo'shib жүріп Xudoga, arvoqqa siyinib жүріп, tasqa, ağaçqa siyinib жүріп, tövbe etmestен, İslamga kirmestен, musulmon bo'lmasdan o'lib ketетін bo'lsa, Alloh taolo onu kechirmaydi. Ahiretте kechirmaydi. Yani dunyoda eğer adam tövbe etse, Allah осы күнге дейін саған серк қосқан екенмін, arvoqqa siyingan екенмін, qabirga, ağaçqa, tasqa siyingan екенмін. Endi бұдан былай ешкімге сиынбаймын. Bir Allah'a özüne sığınamın. Müslüman buldum. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah deyip İslam dinine kirip tövbe etse Allah Taala bарлық күнәләрді кешіреді. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a degan. Şimdi Allah Taala бүкіл күнәләрді кешіреді degan. So'shin бұл tawhid деген нәрсенің маңыздылығы өте маңызды. Tawhid дегенimiz şirktің қарама-қарсы. Müslüman adam tawhidті ұстанушы. Al Müslüman емес адам ол şirk жасаушы. Müşrik. Ne adam tawhid иесі болады, бір Аллаға серік қоспай құлшылық қылушы болады, немесе Аллахқа серік қосушы болады. Үшінші адам жоқ. Адамдар екіге бөлінеді. Аллахқа серік қосушы, немесе Allohga serk qo'shmay bir Allohga qulchilik qiluvchi. So'shin bu tawhid masalasi o'ta ma'nozli. O'sha uchun bizni yaratgan Alloh taolo. O'sha uchun yaratildi adam bolasi. Adam bolasi ne uchun yaratildi? Yaratılу maqsadi ne? Yaratılу maqsadi bir Allohga serk qo'shmay qulchilik qiluu. Eğer adam Allah'a serk qo'shib жүріп namaz o'qisa, oruç tutsa, ол адамның құлшылығы қабыл болмайды. Ол Құдайға құлшылық қылып жатыр деп есептелмейді ол адам. Аллахқа серк қоспау деген нәрсе міндетті түрде болу керек. Осы үшін жаратылдық. Жындар мен адамдарды осы мақсат үшін жаратқан. Оған дәлеліміз Құранда Зарият сүресінде "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық қылу үшін жараттым деген. Бүкіл пайғамбарлардың келу мақсаты осы болған. Мысал алатын болсақ, Адам пайғамбар ең бірінші адам болса, адамзаттың атасы. Екінші Нух пайғамбар да адамзаттың екінші атасы деп айтылса болады. Осы екеуінің арасында ешбір пайғамбар болмаған дейді. Адам пайғамбар мен Нухтың арасында, Нух пайғамбар арасында ешбір пайғамбар келмеген. Неге? Өйткені ол аралықта жер бетінде өмір сүрген адамдардың барлығы мұсылман болған, бір Аллаға құлшылық қылған, серк қосу күнәсі болмаған.
10 ғасыр дейді, 10 поколение, қанша жылға созылған білмейміз. Содан ең бірінші Аллахқа серік қосу күнәсі ең бірінші пайда болған кезі Нұх пайғамбардың қауымында пайда болған. Ол да бірден пайда болмаған. Нұхтың қауымында 5 адам өмір сүрген. Сол 5 адам ізгі адам, жақсы адамдар болған, елге еңбегі сіңген, халық жақсы көретін болған. Біздің заманда мысалы Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Ыбырай Алтынсарин сияқты бір ізгі, жақсы, елге көп еңбегі сіңген адамдар болған. Сол 5-еуі қайтыс болады. Аллах Тағала Құранда сол 5-еуінің атын Нұх пайғамбардың атымен аталған Нұх сүресіне келтіреді. Ла тадырунна вадда вала суа вала ягуса вала яғуқ ва насра деген. Вад, суа, яғуқ, яғус, наср деген осы 5 адам болған. Сол 5 адам қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін шайтан келіп сол халыққа сол адамдардың ескерткіштерін, мүсіндерін жасауды жүректеріне уәсуәс қылып азғырады. Адамдар, бұл адамдар бекер адамдар емес, жақсы адамдар еді. Бұлардың ескерткіштерін жасайық, мүсіндерін жасап қояйық деп, одан сол қауымда 5 үлкен мүсін пайда болады. Біздің заманда батырлардың мүсіндерін, ақындардың, елге еңбегі сіңген адамдардың мүсіндерін жасап қойып отыр ғой қазір. Ол жақсы нәрсе емес негізі. Осы Нұх пайғамбардың қауымында осылай адалдық басталған еді. Кейін Алла бұларға ешкім сыйынған жоқ басында. Кейін Алла оны жасаған адамдар дүниеден өтіп кетеді. Сөйтіп соңында шайтан келіп, ата-бабаларың осы мүсіндерге сыйынған деп халықты адастырады. Содан жер бетінде ең бірінші ширк күнәсі пайда болған кезде Аллах Тағала адамзат баласына ең бірінші расул, пайғамбар, Нұх пайғамбар жіберді. Оның алдында басқа күнәлар болды. Арақ ішілді, зина жасалды, адам өлтірілді, басқа күнәлар болған, бірақ пайғамбар жібермеген Аллах Тағала. Қашан Алланың хақсы аяққа тапталған кезде, Алладан басқа меңіреу, тас мүсін, аруақ, ағаш, тас, күн, айға құлшылық қылыну басталған кезде Аллахқа серік қосу, Аллах Тағала пайғамбар жіберген. Бүкіл пайғамбарлардың Құранда келген 25 пайғамбар қиссаларын оқысақ, бәрінің айтқан ең бірінші тақырыбы Вa'будуллаха ма лакум мин илахин ғайру. Аллаға ғана құлшылық қылыңдар, сендердің Алладан басқа ешбір құдайларың жоқ деп айтқан. Таухидке шақырған. Міне мына бір аятта да استعيذ بالله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Біз әрбір халыққа пайғамбар жібердік. Бір Аллаға құлшылық қылыңдар, Аллахтан бөлек сеніп отырған тағут, жалған құдайлардан алыс болыңдар, ширк жасамаңдар деп пайғамбар жібердік деген барлық халыққа.